Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде «Әссәләму Алла Тағаланың есімдерінің бірі, оны жер бетіне орнатты, сондықтан араларыңда жайындар» деген. Әссәләм жалпысы сәлем беру, «Әссәләму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух» деп сәлем беру ислам дінімен бірге келген. Ерте кезде арабтар шөл далада өмір сүрді. Ол кезде қарақшылық, тонаушылық болды. Адамдар бір-біріне кездескен кезде сенбеуші еді. Сен қайдан жүрсің, досыма, дұшпаныма, кім екені белгісіз. Сол кезде ен далада кездескен кезде танымайтын адам, өмірі бір-бірін көрмеген екі адам, немесе бір топ адам бір-бірімен кездескен кезде «Әссәләму алейкум» деп сәлем беретін болған. «Әссәләму алейкум» сіздерге Алла Тағаланың сәлемі болсын, амандық болсын, тыныштық болсын, бейбітшілік болсын деп бастайды. Осылай сәлем бастаған кезде арабтар өз тілін түсінеді ғой. Олар бұл кісі менің дұшпаным емес екен, бұл кісі маған қас қылмайды екен, менің малыма жаныма тиіспейді екен, бұл маған «Әссәләму алейкум» деп тұр, сізге амандық болсын деп тұр, бұл менің досым екен деп түсінетін болған. Барлық қауіпінен айырылып, оған достық сезімменен, сүйіспеншілікпенен оның сәлемін «Уа алейкум әссәләм» деп қайтаратын болған. Құранда аят бар. Егер сендерге сәлем берілетін болса, оны жақсымен қайтарыңдар, немесе сондайымен қайтарыңдар деген мағынада. Яғни «Әссәләму алейкум» деп бір-ақ рет айтатын болса, сізге Алланың сәлемі болсын деп бір-ақ рет айтатын болса, қайтарушы «Уа алейкум әссәләм ва рахматуллахи ва баракатух» деп қайтару, оны жақсымен қайтару, одан артық қайтару. Мағанасы «Уа алейкум әссәләм» сізге де Алланың сәлемі болсын, бейбітшілігі болсын, тыныштығы болсын, амандығы болсын. «Уа рахматуллахи» және де Алланың сізге рахметі болсын, Алла мейірімін төксін. «Уа баракатух» Алла Тағала сіздің малыңызға, жаныңызға, басыңызға берекетін берсін деген мағынада қайтаратын болған. Сәлем берудің әдептері бар. Сәлем берген кезде бәсең үнменен, әдемі дауыспен сәлем берген абзал болады. Үлкен адамға кішісі сәлем береді. Бір топ адамға, немесе көп адамға аз адам сәлем береді. Жүріп келе жатқан жүргінші отырғанға сәлем береді. Көріп отырғанымыздай бұл сәлем бір-біріне жақсылық тілеу, мейірімділіктің, махаббаттың, бір-бірін жақсы көрудің белгісі. Осы тек қана исламдағы сәлемді үйреніп, мағынасын түсінген көптеген адамдар ислам дінін қабылдаған екен.